Сәлем сұлулар, үй жағдайында пико палпи согын дайындаймыз. Мына видео рецепті пико палпи фирмасы көріп, ертең маған шағымданып жүрмесін. Біздің құпияны неге ашасың, біздің рецептпен неге бөлісесің деп. Сонда да бұл сусынның дайындалу жолымен бөліскенді жөн көрдім. Ол үшін бізге 3 апельсин, 1 лимон қажет. Сырттарын тазартып, ортасындағы дәндерін алып, шамамен менде 4 литр суға салып, үстінен қантын септім. 4 литр суға шамамен 300 граммдай қант септім. Одан азырақ не көбірек сепсеңіздер де болады, әрине ол өз талғамдарыңызға қарай. 1 рет осылай бұрқыратып қайнатып аламыз. Апельсин мен лимонымызды сүзіп алып, блендерге салып немесе ет тартқыштан өткізіп аласыздар. Осылай өткен бөлігін жаңа қайнап жатқан суға қосып жақсылап араластырамыз. Пештің қызуын сөндіреміз, қазанның қақпағын жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Міндетті түрде салқындатып ішіңіздер. Қалауларыңызша мята қоссаңыздар болады. Зато химикатсыз, енді қанты бар демесең, ешқандай химикат қосылмаған өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер.